Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен әсіптің ет тартқышсыз, яғни мясорубкасыз жасалу түрін көрсеткім келеді. Бүгінгі әсіп менде бауырдан жасалады. Ең алдымен сәбізді пісіп тұруға, қайнатуға қойып қоямыз. Және бауырды пайдаланбас алдын 1 сағатқа мұздатқышқа салып, кішкене қатырып аламыз. Кішкене қатыңқыраған бауыр тураған кезде формасын жақсы ұстайды, және осындай қатты жерлері болса, түтікшелері болса, міндетті түрде кесіп алып тастаймыз. Енді бауырды жіңішкелеп, жапырақшалап турап аламыз. Осындай жіңішкеліп туралған бауырларды ұзыншалап турап аламыз. Және оны барынша шамаңыз келгенше ұсақтап, көбектеп тураймыз. Міне осылай турап алдық. Енді оған құйрық май 100 граммдай қосамыз. Құйрық майды да жақсылап ұсатып аламыз. Енді бұл арада сәбізіміз пісіп шығады, оны шанышқының көмегімен осылай езіп аламыз. Дайын бауырымызға сәбізді салып, салмасын дайындай бастаймыз, және оған алдын ала пісіп тұрған күрішті, тұзды дәміне қарай, қара бұрыш салдым мен, кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады, және етке арналған дәмдеуіш салдым. Енді ішектің бір жағын жақсылап жіппен байлап аламыз. Салмамызды араластырып, ішекке сала бастаймыз. Ішекке салманы салуға маған қасықпен салған өте ыңғайлы, және бутылканың бас жағын қиып алып, онымен салсаңыздар да болады. Ішекке салманы салу барысында 3-4 сантиметрдей бос қалатындай орын алып, сосын ішіндегі ауаның бәрін шығарып тастап, сосын байлаймыз. Осылайша әсіптерді мұздай суға салып, қайната бастаймыз. Және бір қайнап шыққаннан кейін отты ең төменгі жылдамдыққа қойып, 1 сағаттай қайнатамыз. Қайнаған, бір қайнап шыққан әсіптерді инемен тесіп, ішіндегі артық суларын шығарып тастаймыз, және олар шашырауы мүмкін. Видеодағындай байқаңыздар, күйіп қалмаңыздар. Менде бір ішек кішкене жұқарып тұрған еді, сол ақырында жыртылып, кішкене ішіндегі салмасы сыртына шығып кетті, бірақ бәрі емес. Осылайша әсіптерді мен 1 сағат 10 минут ішінде пісіріп алдым. Әсіптер ет тартқыштың көмегінсіз-ақ жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Дайындап көріңіздер, менің рецептіме каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.